TikTok'та тренд болған суши тортты жасаймыз, өте дәмді шығады. Алдымен жуылған күрішімізге суды құйып, баяу отта пісіріп аламыз, одан кейін краб таяқшаларын. Құрамында кармин болғандықтан мен осылай қызыл жерлерін алып тастадым. Шанышқының көмегімен осылайынан езгілеп, соломка жасап аламыз. Оған творожный сыр мен майонезді қосып, осы қоспаның барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл бізде бірінші слой, енді екінші слой жасаймыз. Оны жеке ыдысқа сырымызды үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Үстіне осындай лосось қосылған икрамызды қосамыз, бір банкасын, және де бір ас қасық майонезді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Екінші слойымызда осымен дайын. Енді біз піскен күрішіміздің үстіне қантымызды, тұзымызды және де күріш сірке суын қосамыз да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлық заттары бізде дайын болды. Енді формамызға ең астына осылай күрішімізді салып, жақсылап формамыздың бойына біркелкі етіп тегістеп жайып шығамыз. Оның үстіне краб таяқшаларынан жасалған слойымызды салып, оны да күріштің бетіне теп-тегіс етіп осылай жайып шығамыз. Соңғы икрадан жасалған слойымызды да осылай дәл жаңағындай біркелкі етіп жайып шығамыз. Енді 180 градус қызып тұрған пешке осыны 20 минутқа қойып аламыз. Беті осылай қызарып, әдемі болып піседі. 1-2 сағат суытып аламыз, және де осылай үстін мен бальзамический соуспен әрледім, және де оның үстінен ақ кунжут септім. Енді ол өз еркіңізге қарай. Нориға орап соусқа малып жейміз, кәдімгі суши сияқты болып өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.